Түркістан облысында сараптама ұйымдары арасында ұйымдастырылған бірінші халықаралық спартакиада аяқталып, жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталды. Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі, құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері комитетіне қарасты мемлекеттік сараптама кәсіпорнының бастамасымен қолға алынған сайысқа Қырғыз Республикасынан, Ресей Федерациясынан, Өзбекстан Республикасы және Қазақстаннан 80-ге жуық адам қатысып, өзара күш сынасты. Аталған дода футбол, үстел теннисі, волейбол, шахмат және зияткерлік спорт түрлерінен өткізілді. Самое главное — это именно сплочение наших коллективов, чтобы мы вышли на новый уровень сотрудничества между нашими. Алдыңғы жылы бізде осындай халықаралық деңгейде спартакиада өткізу жоспарланған еді. Басты мақсат бұл басқа елдердегі сараптамалық ұжымның беріктігі және біздің жаңа деңгейге көтерілуіміз. Организациями и дальше в таком же направлении работали. Тартысты жарыстың нәтижесінде ресейліктер бірінші орынды иеленіп, еліміздің құрамасы екінші орыннан көрінсе, үздік үштікті бауырлас Өзбекстан командасы түйіндеді. Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге кубок, медаль және естелік сыйлықтары табысталды. Сондай-ақ бірнеше номинацияға сәйкес топ жарған азаматтар да марапатталды. Шетелден келген қонақтар еліміздегі спорт саласының шеберлігінен бөлек, қонақ жайлылығына да ерекше тәнті болып, алғыстарын жаудырды. Во-первых, это первая спартакиада. Біріншіден, бұл біздің ең алғашқы спартакиадамыз. Осындай шараға қатысқанымызға өте қуаныштымыз. Спорттық және қоғамдық жарысқа қатысу біздің бірінші тәжірибеміз. Бізде тек Москва ғана емес, басқа қалалардан да қатысатын болады. Біз Қазақстанның территориясына келген сәттен бастап, бізде жылы қарсы алды. Барлық жерде бақылап, көмектесіп жүрді. Нас сопровождали на каждом шагу. Қатысушылар 3 күн бойы тартыс өткен жарыс естерінде мәңгі қалатынын айтып, жылы сезімдерін жеткізді. Было очень волнительно. Ойын барысында өте қатты уайымдадым. Біздің қыздар жарады, бәрін алып шықты. Барлығы керемет ұйымдастырылған, бәрі түсінікті, көп рахмет. Үлкен эмоциялар алдым және спорттың барлық түрінен біздің команда үздік өнер көрсете білді. Все было очень неплохо. Я хочу от Қырғызстан командасының атынан және біздің Қырғызстандағы мемлекеттік сараптаманың атынан барлық ұйымдастырушыларға үлкен алғысымды білдіремін. Іс-шара өте жоғары деңгейде өтті. Біз өте бақыттымыз. Біз тіпті келгенімізге де өкінбейміз. Не жалеем, что приехали.